Қыздар, бүгін біз Құран әліппесі сабағымыздың 9-шы сабағын бастайтын боламыз. Бисмилля. Қыздар, біз өткен сабақтарда сіздермен әріптердің басында, ортасында, соңында жаппы қосылып жазылу түрлерін өткен болатынбыз. Мінекей мынау 2 бетті бердім оқуға. Енді бүгін біз оқып жаттығуды үйренеміз. То есть мына жақта әртүрлі сөздерді оқып үйренетін боламыз. Бұл жерде әртүрлі сөздер берілген. Өте жеңіл, орташа, немесе кішкене қиындау деп айтсам да болады. Сондықтан иншалла тілімізді оқып жалпы үйренетін боламыз. Мінекей осы бет және де мынау бет. Осы 2 бетті беретін болам. Мынау бетті 15 рет, мынау бетті 15 рет оқитын боласыздар иншалла. Осыларды жақсылап оқығаннан кейін уже ары қарай жаңа тақырып бастап кететін боламыз тағы да. Егер мына жақта кейбір әріптер жаңағыдай түсініксіз, таныс емес болып жатса, мінекей мына жақтан қарап алсаңыздар болады, білесіздер уже. Қазір басынан, ортасынан, соңынан бір-бір қатардан оқып беретін боламын. Ары қарай иншалла өздеріңіз оқисыздар, жақсы ма? Түсініксіз жерлер болса, сұрайсыздар. Бисмилля. Амина, укила, хаджаро, ясаро, خوف فعل فضل عهدا أول يتم لكل وكل أشد عدوا ولي تسر يدخلكم لعلكم فربكم مستهم تستكثر لنتخذن وليتلطف ويلقون. Жақсы ма қыздар, мінекей. Сосын қыздар, жуан әріптерге, жуан оқылатын сөздерге, шәддаларға мән беріңіздер, жақсы ма? Сәттілік.